пікірталасы ойда бар ма биыл? Жаңа 3-4 журналист сұрады, сосын мен де бәріне жауап беруден шаршадым. Мәди айттым сол. 10 күн Италияда болам, 10 күн Анталияда болам, 10 күн Бразилияда болам, 10 күн Малайзияда болам деп. Елдің ішінде боламыз, басқа қайда барамыз. Жылдағы әдеттегідей бізде дәстүр бар, отбасымда Катонқарайға барамыз. Биыл өз шаралар да бар, ол жақта жастармен, студенттермен кездесу. Шама келіп жатса Алакөлге барамыз. Одан кейін Алматы облысында боламыз деп жатырмыз. Қалған уақытта Астанада өтеді ғой бізде. Халықпен кездесу Алматы облысын аралаймын. Содан кейін Арыс өңіріне бару керек. Өткен әжем басына жылда барып келем. Әжем жатыр ол жерде. Түлкібас ауданында болу, Арыс ауданында болу, жалпы Арыс қаласына барып келу жоспарда бар. Елде болам, Қазақстаннан шықпай. Бірінен 10-на дейін өңір аралаймыз. Былтыр мен Ырғызда болғам, Ырғызда мектеп салынған. Мен өзім былтырғы су басқан өңірлердегі әлеуметтік инфрақұрылымның құрылысы бойынша аралаймын. Одан бөлек Арқалыққа баруды жоспарлап отырмын. Сондықтан да 10 июльден 10 августке дейін бізде кәдімгі 30 күн демалыс. 30 күн демалыста енді ауылымыз бар, тума-туысымыз бар, беретін садақамыз бар. Жаңағы сондай нәрселерін жасаймыз. 10 августте жұмысқа кірсеміз, өйткені біздің тұрғын үй кодексіміз бар жазатын. Шетел аласыз? Жоқ, ондай жоспар жоқ. Мен жаз бойы осы елде, биыл Абайдың тойы оның үстіне. Сондықтан не жылда өсінде. Шенеунік десе сыртқа шығып, пляждың жағасында жататын, сондай бір әдемі демалатын адамдар елестейді ғой? Мен жағдайына байланысты барады ғой, әркім ақшасына байланысты барады. Мысалы, былтырлары есептегенде кейбір Қазақстанның біраз жерлерінен Түркия арзандау болды негізінде. Сондықтан жағдайына байланысты ғой енді әркім. Аймақтарды аралайын деп тұрмын. Себебі мен қазір депутат болып келгеніме 2-3 ай ғана болды. Сондықтан региондардың барлығын аралап, ауылдарға барып, аймақтарға барып, халықтың тұрмыс тіршілігін көрсем, сұхбаттассам, өзім қазір инклюзия сұрағын көтеріп жүрмін. Көптеген қоғамдастықтар, ассоциациялар күтіп жатыр, кездессек, проблемаларымызды айтсақ, бір шешімдерін талқыласақ деп көп жерге шақырып жатыр аймақтар. Сол аудандарды аралап кетейін деп тұрмын. Шетел асып? Ондай жоспарым жоқ. Әлі жоспарлап үлгерген жоқпыз. Бірақ елде болам, шетелге шығам. Демалыс аймақтарына шетел асу ойыңызда бар ма? Бар, ойымда бар. Өзім отбасымен бірге, бала-шағамен бірге бір теңіздің жағасына барып демалып қайтсам деген ниетім бар. Депутат Ринат Зайыптың балдары жазғы каникулды қалай қарсылады? Арқалай? Шетелде. Ол жағдай болса жіберетін еді ғой. Жағдай жоқ па не? Жоқ, ондай шетелге қаңғыратын жағдай жоқ, өтірік айта алмаймын. Каникулға енді шығады. Менің бір балам да қазір емтихан 9 класс бітіріп жатыр. Одан кейін енді жазғы лагерьге барады, ауылға барады деген сияқты, апатасына барады. Солай 3 ай өте шығады.